Ұйғыр ауданы әкімінің аудандық мәдениет үйі жанынан құрылған Арзу халықтық ән-би ансамблінің көркемдік жетекшісі Махпирова Гүлмира Аблекимованың шығармашылық өмір баяны. Махпирова Гүлмира Аблекимовна 1975 жылы 3 тамыз Алматы облысы Ұйғыр ауданы Шонжа ауылында дүниеге келген. Ұлты ұйғыр. 1982 жылы Бахар ауылындағы Розбакиев атындағы орта мектебіне 1-ші сыныпқа қадам басып, 1991 жылы 9-ші сыныпты бітіріп, Алматы қаласындағы Республикалық өнер студиясына оқуға түсіп, 1993 жылы сол студияның толық курсын халық биі мамандығы бойынша бітіріп шықты. Еңбек жолын 1991-2002 жылдар аралығындағы Алматы қаласының Ғазал театрында биші болып жұмыс атқарды. Қазіргі уақытта білімі жоғары, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетін хореография мамандығы бойынша тәмамдаған. 2005 жылдан бастап Ұйғыр аудандық мәдениет үйі жанындағы Арзу халықтық ән-би ансамблінің бишісі болып жұмысқа кірді. 2010 жылы Оссул Шаидаси атты жеке концертін берді. 2012 жылдан бастап ансамблдің көркемдік жетекшісі лауазымын атқарып келеді. Гүлмира Махпирова да ансамблдің шығармашылық дамуына бір кісілік үлес қосуда, жоспар бойынша жыл сайын аудан, елді мекендері мен Еңбекші Қазақ ауданының Абат, Шелек және Байсейіт елді мекендерінде гастрольдік сапарларында болды. 2012 жылдың қараша айында Шығыс Қазақстан облысының Достық үйінің ашылғанына 20 жыл толуына байланысты Өскемен қаласында өткен гала концертте ансамбль бишілері өз өнерлерін көрсетіп қайтты. 2013 жылы наурыз айында ансамбль өзінің Бахар Наваси атты есептік және ансамбль әншісі Қасым Мұхтаровтың Түгмәсін ақшам атты жеке шығармашылық концерттерін берді. Одан бөлек аудан, жеке облыс көлемінде әртүрлі мәдени іс-шараларға белсенді қатысып келеді. Гүлмира Махпированың еңбегі елге еленген азаматша. 2018 жылы Алматы облысы әкімі Амандық Батталовтың құрмет грамотасымен, сол жылы Алматы облыстық достық ассамблеясының 20 жылдығына орай төсбелгісімен марапатталды. Биылғы жылы мәдениет қызметкерлерінің кәсіби мерекесіне орай ауданның мәдениет майталманы төсбелгісіне ие болды. Өзінің шығармашылық кәсіби деңгейін, сондай-ақ жалпы ансамбльдің кәсіби деңгейін арттыру бойынша үнемі жұмыс істейді. Осы ұжымның жетістігі мен өркендеуі жолында Гүлмира Махпированың еңбегі зор. Жауапкершілігі мол, ізденімпаз, талап қоя білетін қызметкер ретінде ұжымда үлкен беделге ие. Қазіргі уақытта тек қана жетекші емес, отбасында сүйікті жар, екі бірдей қызының сүйікті анасы, немерелерінің әжесі. Бүгінгі күнде өзінің ізін басып келе жатқан қызы Асымжанова Дилнаваз өз жұмысын жоғары деңгейде атқарып келеді.